бүйтіп бояймыз қызылмен. Вау! В общем, сәлем достар. Каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз тренд болып жатқан Человек-паукты макияжын Алинұрдың бетіне жасайтын боламыз. Алинұр бүгін Человек-паук болады. Біз ол үшін гуаштарымызды, мыналарды дайындап алдық. И суретін примерно көріп алдық. Енді әлмен қарай бояйды. Бірінші біз нені алып алайық? Қара түс керек екен ғой бізге, иә? Мен үшін қара бар ма? Қар бар. Қатып қалған ғой? Иә. Былайнан. Жоқ, иә. Былайнан. Істеп шығайын, иә? Енді осы шығып отқан. Ана қараш. Мына қалап жатқан сияқты ол. Жартысынан Человек-паук болады ғой, иә? Дұрыс істедің ба? Қана ағып жатқан сияқты ол. Шақын кесті. Мен деген кеше констабар алғанда, үйде мынандай гуаш көп қой деп, сәтшем деп алмағанмын ғой. Сөйтсем мынаның көбісі қатып қалған ғой, білмеймін қалай қатып қалғанын. Мынандай ғана біреу ала салған ем, чтобы бұны Зереге, садикке керек болар деп. Сөйтсем қатып қалған ғой, давай, әке көзіңді. Сонымен қазір гуаштарымыз біздің қатып қалған енді біліп жатырмыз Человек-пауктың арқасында. Өстіп көздің жан-жағын ішін боямаймын, тек ақ қылып бояймын. Жан-жағын ғана өстіп болды. Алинұр бетіңнен кетпей қалмасын. Қып-қызыл болып қалмасын бетің. Ананда палмасымен ойламадық па? Аңыра, Али. Ал енді достар, бетін бүйтіп бояймыз қызылмен. Вау! В общем, бір қолымда камера болған соң, неудобно. Асылымға беріп қояйын камераны. Өз бетін бәрін бояп шығамыз толық. Бетіңді жусақта қып-қызыл болып қалмай ма? Бетіңнен қып-қызыл болып кетпей қалса не істейміз? Мектепке қып-қызыл болып бара бересің ба? Білмей деп қояды ғой, не істейді? Мен есетін біле осы. Ананда сынайын десе сындырасың ғой солай. Қалай? Сумен сындырасың. Сумен? Әлі пышақпен бақ сындырасың. Нені сындырамыз? Мында қатып қалса сындырасың соны. Пышақпен қалай сындырасың? Пышақпен тоқылдатып па былай? Иә. Өліп қалма. Ой, болмайды ғой, Али. Мама, ананда сызықтары қара емес дейсің ба? Иә, бетіне кепкеннен кейін қара сызықта істеп шығамыз. Оны ақ бет қара мен ұмытып қалдым. Қара емес дейміз ғой. Иә, сондай ғой. Қалай шығып отырасың? Пока что Нормально ма? клоунға ұқсап жатқан сияқты. Клоунға? Иә. Алинұр клоун деп отыр сені. Человек-паукқа вообще ұқсап жатқан жоқ пока. Алинұр өзін көргісіге өліп жатыр. Әне, бай қарасай. Давай, дальше, маған қара. Маңдайыңды істейік кішкене бүйтіп ше. Неге осы паук хит болып кетті? Мен соны түсінбей де қалдым ше. Өткен сен басқасын істеп кеттің, мама. Басқасын. Мама, паук дейі бұрында. Сол бұрында болған нәрсе еді ғой. Неге биыл паук хит болып кетті деймін да. Елдің бәрі тренд түсіріп кетті ғой, әйтеуір сөйтіп. Солай ғой, соны. Трендтен қалып қоя беретін адамдармыз, короче, біз. Қарамен бүйтіп сызып шығамыз. Қарамен? Иә. Конға ұқсап кеттің ғой, иә? Клоунға ма? Нақты өтесін жеп. Қорқып тұрма, Алинар, бұтсын шығарып алам ба деп. Не болды? Қатты қалың болып кетті, негізі бар ғой. Жіңішкелеу кесічка алу керек екен. Жіңішкелеуін алайық ема. Мен қалай жаңа ойлап тұрдым да, осы бірақ ұмытып кетіппін. Давай сен шамалынан сүрте тұрайын, я? Алина жылап жіберер. В общем, достар, мен кесічкамен, подводкамен жағатын болдым бетін. Все, в общем, достар, Алинұрға тек осы жерді ғана көрсетем, до конца аяқталғанын көрсетпеймін. Қазір бірінші әбден бояп алам, ең соңында бірақ көрсететін болам Алинұрға. Так что Алинұрдың реакциясын күтіңіздер. Ерім қайда?
Не ол? Ерім қайта. Ерім? Яңасынан да ерім. Қасың ба? Иә. Қандай ері? Қас дейді ғой оны. Қақты. Қасың ба? Тұр ғой мұны. Мін тұр ғой. Міне тұр қасың. Қасыңды бояп тастаған жоқпын, сол қасыңды қалдырайын дедім ба дие. Бүйтіп шығатын боламын. И мына жер тоже ақпен бояймын. Мынандай көзін былайынан формасын өзгертіп жібердім. Көргісі келіп тұр, бұл бәрін бар ғой, мен көрсетпей отырмын. Дайын болған кезде бірақ көресің, Али. Ал, бастадым мен ал. Қолым деген дірілдеп жатыр ғой, дірілдеп. Ой, в общем, телефонмен бір қолмен қиындау. Асылым шақырамыз ғой, видеоға түсір бізді деп, Асылым деп. В общем, мін достар. Менің қолым енді үйреніп жатыр. Әдемі шығып жатыр ғой. Жаққа керек емес. Мама, сен неге паркке барып өйтіп бояп бермейсің? Отырайын сол паркте өстіп. Бояндырып отырайын сол бәріңді. Так, мына жердегі сызығымызды дұрыстайық. Мама, сен Достар, күшті болды ма? Короче, мына жеріне де тоже тағы да бір не салдым, сурет салдым өстіп. В общем, подводкамен жұмыс істей берсең, жұмыс істей береді екенсің, өстіп, ұштарын өстіп шығаруға болады. Күшті болды ма? В общем, осындай болып шықты. Тағы не қосуға болады мына бетіне? Шелебек паук болды, шелебек паук. Көруге дайынсың ба, Алинор? Иә. Қатты көргің келіп тұр ма? Давай ал, достар, Алинордың эмоциясын бірге көретін боламыз. Қазір передний камераны қосатын болам. Алинор дайынмын дейді көруге. 2, 3. Күшті ма? Иә. Қарабай. Кімсің? Шелебек пауксың ба? Бүгінше человек паук болады, иә? Сәлден соң бетін өлтіріп тұрып жуамыз ғой. Андай немен, мочалкамен бетіңді бүйтіп ысып атпай қайтеуір, қызыл кетпей қалмасын, Алинор. Асылым! Зере! Назарсы. Күшті ма? Назарсы. Күшті емес па не? Иә. Неге? Назар сап беретін ол. Мына жағына сал дейсің ба тағы да? Сосын полный болып кетеді ма басы? Полный человек бола ма? Иә. Қалай болып тұрасың? Мама. Күшті шықты ма? Осы Күшті мәні. Человек паук болды. Сеп беру керек саған? В общем, столдың үстін бәрін бітшін шығардық. Отырып, әйтеуір. Краскілеріміз шығарды. Байғұсты қарасаңыздар, достар. Дымы қалмаған ғой, мына қыз вообще бар ғой, краскамен сурет салады, мынандай қылып. Бачыт қылып салады ғой, и мен оған қой демеймін, енді өзінің жасы келген кезде әйтеуір аккуратно пайдалануды үйренер әйтеуір деп. Келесі кезекте Куроми екен. Ал достар, біздің осымен видеомыз аяқталды. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар, және де лайк басып кетіңіздер. Пока! Міне достар, Зереге салып бердім. Көрген жоқсың ба әлі өзіңді? Әлі өзің көрген жоқ. Қызық болып отыр. Қандай Куроми салып берді, Дәне саған Куроми. Күшті ма? Иә. Ұнады ма? Дұрыс емес болып кетті? Иә. Қай жер дұрыс емес? Мына жерде аяқ жоқ па? Аяқ жоқ па? Куромидің аяғы керек па мына жерге? Иә. Оны салсам жаман болып қала ма деп тұрмын, бітшін шығарып ала ма деп, көзіңе ағып, бүйтіп кете ма дегенмін ғой, сол үшін мына жерден тоқтаттым.